сәлем, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Әдеттегідей, өздеріңізбен бірге сіздердің ең сүйікті апайларыңыз Ақбота. Алдыңғы сабағымызда көшбасшы деген кім және оның бойында қандай қасиеттер болуы керек деген тақырыпты талқылаған болатынбыз. Сондағы берілген тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Жасылан ұйымының негізгі бағыты қатарымызға қосылған әрбір жастың бос уақытын тиімді ұйымдастырып қана қоймай, оның бойындағы шығармашылық, көшбасшылық қабілетін дамытып, тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау. Және біздің негізгі бағытымыз осы болғандықтан, алдағы сабақтарымыз да осы тақырыппен үндес болатынын алдын ала ескертемін. Мен құрметті достар, бүгінгі тақырыбымызға көшсек. Ұмытып барады екен ғой. Ал сіздер бүгінгі сабағымызға дайынсыздар ма? Сіздер үшін бүгін дайындалған тапсырманы орындауға арналған қаламдарыңыз бен блокноттарыңыз дайын ба? Ендеше дайын болса, сабағымызды бастаймыз. Достар, бүгін біз көшбасшының қызметі және міндеті тақырыбында ой бөлісетін боламыз және тапсырмалар орындаймыз. Көшбасшының қызметі мен міндеті қандай? Бұл сұрақтарға жауапты кімнен, қайдан іздейсіздер? Әрине өздеріңізден. Мен сияқты жайланып отырып алып, қолдарыңызға қаламдарыңыз бен блокноттарыңызды алып, мен көшбасшымын. Яғни өзіңізді көшбасшы ретінде елестетіп, мен көшбасшы болған кезде менің атқаратын қызметім қандай деген сұрақты қойып, сол турасында өздеріңіз жауап іздеп көріңіздер. Мысалы, мен көшбасшымын. Менің көшбасшылық қызметім, яғни ұжымның мақсатына жетуіне көмектесу, жағдай жасау, жәрдемдесу. Сіз де осы тұста өз нұсқаңызды жаза кетіңіз. Ескерте кететін жайт, міндет пен қызметтің аражігін ажырата біліңіздер. Біз өзіміздің қандай қызмет атқаратынымызды жаздық, енді міндетіміз қандай екеніне көшетін боламыз. Мен сіздерге өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Менің көшбасшылық міндетім, яғни қандай күрделі мәселе кездессе де, мен дұрыс шешім қабылдап, тығырықтан шығатын жолды табу менің негізгі міндетім болып табылады. Сіздер де осы орайда өз нұсқаларыңызды жазасыздар. Менің сіздерге дайындалған тапсырмаларым аяқталған жоқ. Ендеше қызықты тапсырмаларға көшеміз! Өздеріңіз көріп тұрғандай, керемет суреттер бейнеленген. Яғни тақырыбымызға қатысты осы суреттерден сөздер шығаруларыңыз керексіздер. Ескерте кететін жай, біреуі қазақша, ал біреуі орысша сөз. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Берілген тапсырманы міндетті түрде орындаңыздар. Құрметті достар, бүгінгі сабаққа қатысты айтар ойларыңыз немесе сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий қалдырсаңыздар болады. Күтемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар!